never dare to think about you in that way, but I would be lying. And I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home. But I won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see nobody but you. In my rose-tinted dreams, wrinkled silk on my sheets, I don't see nobody but you. Бүгін міне табиғат алаңында ретрит өткізіп, аналарымызға, қыз-келіншектерге, қыздарымызға, ханымдарға бізде ана болғасын өте көп қой рөл. Бір жылда бір демалыңыздар деймін. Бойдағы барлық ауыртпашылықты тастап, мынау бір санада серпіліс болсын дейміз. Біз әрдайым ашық аспанды тілейміз. Жастарымыз көк тудың астында, мына айтады ғой, көк аспанның астында өмір сүргенді қалаймыз. Отан отбасынан басталады, ал отбасы ананың тыныштығынан басталады. Ана тынышталса, оның жан дүниесі тынышталса, ол әрдайым жасампаз болады, ал жасампаз әлемді өзгеретін ханымдардан басталады. Міне бүгін біздің ретрит жоғары деңгейде өтіп жатыр. Біз күнде азында ұйқыдан көзіміз ашылғаннан бастап халқымызға қандай жақсылық жасай аламыз? Елімізге көтерілуіне қандай бір себепкер бола аламыз? Не істей аламыз деген сондай бір ниетпен оянатын болсақ, бізге әлемнің де, барлық өмірдің де, табиғаттың да беретіні көп болмақ. Ретрит Шымкент! Дәл қазір ханымдарымыз түскі асқа жиналды және бүгінгі күннен қандай әсер алды бірге сұрайық. Бізде бірінші Мереке ханым қонаққа келіп қапты. Сәлеметсіз ба? Сәлем. Жалпы осы ретрит не үшін керек деп ойлайсыз әйел адамға? Дәл осындай Айнұр Бектұрған ұйымдастырып жатқан дәл осындай таудағы демалыстар, бұл жерде тек қана физически демалмайсың. Бұл жерде ішкі жан дүниең, одан соң мына орта, одан соң ол кісінің сөздері, жалпы кез келген әйел баласына керекті демалыс қой бұл. Мысалы, бәрі шетелге де демала алатын отбасылар бар, басқа жаққа да барып, мүмкіндік бар ғой, бірақ дәл мынандай 3 күндік демалыс көпшілігіне бұйыра бермейді. Бұл жақта тек қана үйдегі бір күйбең тіршіліктен ғана емес, жалпы демалады екенсің да. Сондықтан кез келген Мальдивтегі демалысты дәл осы ретритке мен алмастыратын едім келесі жолы. Ойланбастан. Ойланбай келіңіздер, күшті екен. Рахмет, көп. Ас болсын. Рахмет. Осы ретритке келіп, өзіңіздің қандай бұрын соңды білмейтін жаңа қырыңызды аштыңыз? Осы жерге келіп, мен жаңа аттарға мінген кезде атта шабалады екен. Сол қырымды аштым Айнұр ханым арқасында. Күшті, өте керемет әсер. Негізі осы жерде жүріп ойландым. Ешқандай шетелге барып қажеті жоқ екен. Айнұр ханымның арқасында осы жерге келіп, көріп, біліп жатырмыз. Ауа райы қандай керемет. Тамаша, біздің Қазақстан жерінің керемет табиғатын көріп жатырмыз. Йога, бассейн, сауна, баня, бүкіл жағдай кәдімгі шетелде, отельде бүкіл все включено болады ғой. Бәрі все включено болып, сондай күшті жағдайда жүрміз. Рахмет. Рахмет сізге де. Дәл осы ретритке жиналған адамдардан қандай энергия сезінесіз? Тазалық білінеді, текті ханымдар екен білінеді. Қазақ әйелдерінде тектілік болған ғой бастан. Осы кешелі ретритте сол нәрсе сезіліп, жаңарып, сол нәрсе бойымызға сіңіп келіп жатыр. Дәл осы ретритте қандай жаңа адаммен таныстыңыз және оның қасиетін айтып кетсеңіз? Енді мен Сәндігүл ханыммен таныстым. Басқалары өзімнің командам бұрынғы бірге жүрген. Тек сол кісі ғана бізге бұйырды, Алла бірге болуды. Керемет адам екен. Өте андай ұқыпты, бірақ команда бере береді бәрімізге. Сондай. Бәрімізді болыңдар тез деп керемет энергиясы да өте күшті. Реттілігі бар. Сондай. Жинақы керемет адам. Рахмет. Бүгінгі күннен жаңағы ат, жылқы, монша, содан қандай әсер алдыңыз? Ой, керемет енді. Ат деген прям біздің рухымызды көтерді. Біз әйел адам болса да,
прям аттың үстіне шыққанда қанатымыз ұшқандай сезімде болдық. Керемет болды енді. Табиғат барлығы үйлесімдігін тапты. Даже ана кішкентай баланың өзін көріп біз қандай мейіріміз, бала шағамыз есімізге түсіп ортасында. Сондай бір күшті сезімде болдық. Рахмет сіздерге. Командаларыңызға, Айнұр ханымызға алғысым шексіз. Керемет күшті. Осы ретритте қандай инсайт алдыңыз? Ең өзіңізге өткен, ұнаған? Кеше сұрақ қойғанда, шынында да біздің түп санамыз осы қолымыздың шетінде бар екен. Соны түсіндім. Әрбір адам өзіне сәл келетін сұрақтарын алғанда, сонда ойламаған жерде адам жүрегі ашылады екен сонда да. Ол да психология жағынан өте жақсы құрал. Біз оны білеміз. Сондықтан осы 2 күндің көргенім, кеше зиярат жасағанымыз өте сонда әдемі. Соңын жаңа күнтізбе бойынша осы ерекше күндер екен. Оның бәрі сәйкестірініп, керемет фокусный точка болды деп айтамыз ғой. Соның бәрі өте жақсы болды. Ұйымдастырушыларға көп алғыс білдіргім келеді, ризамын. Әйел адам қаншалықты осы табиғат аясына демалып тұру керек? Мәселе тек қана әйелде емес, бірақ біз әйелдер сосудпыз ғой, энергия толтыратында. Бала шағаны, елді, ер адамымызды, бүкіл өзіміздің барған жерімізді да энергияны толтырады. Сол үшін бос сосуд қалай елдің сосудын толтыра алады, отбасының сосудында. Ал құрметті достар, бүгін таудың етегінде, тау самалында Айнұр Бектұрғанның ретритіндегі қыз келіншектер Құдай қаласа өнерлерін көрсететін болады. 4 командаға бөлініп, жарты сағат уақыт бергенбіз, әрқайсысы өз өнерлерін көрсетсін деген. Дайындалып келді. Дәл қазір мына жерде қыз сайысы болайын деп жатыр. Ал жүргізушісімен Мерекуша. Ой, рахмет. Қатысушыларға қарағанда жюрилер активный байқалды ма мына жерде? Точно қатысасыздар ма? Қатысушылар 1000, жюри 5-ақ, бірақ дауысы сол сіздердікінен қатты шықты. Ладно, қош келдіңіздер құрметті қыз келіншектер, құрметті Әділғазы алқалары. Дәл бүгін Айнұр Бектұрғанның таудағы тамсан атты ретритінің 2-ші күні. Жалпы осы ретритке қош келдіңіздер! Білім плюс демалыс сыйлаған осындай ретриттерден қалуға болмайды. Енді эгоисттеніп, өздеріңіз ғана келіп, рахаттанып қайтып кетпей, барғаннан кейін міндетті түрде бөлісіңіздер. Келесі жол менімен бірге обязательно бар сен қатын деп қасыңызда подругаларға обязательно айтыңыздар. Алып келіңіздер. Подруга кімге жалпы жаныңыз ашиды? Мысалы бір болады ғой, ақшасы болса да өмірі қызық емес, немесе қарыздан қарыз дейтін сияқты, немесе үйдегі отношение дұрыс емес, немесе күйеуімен, жаңа достарымен дейтін сияқты. Соның барлығы реттелетін ретрит қой бұл ше. Білесіздер ғой мынау не екен? Не бар бұның ішінде? Кілт бар. Осы жерде 5 кілт бар, ал сіздер 4 командасыздар. Получается, бір команда 2 кілт алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Дәл бүгін тамсан атты ретритте Карал тобын сіздердің ду-қол шапалақтарыңызбен қарсы алайық. Ой, ба! Мына кісілер балапан емес, жұмыртқа басатын тауық қой, дәу-дәу, я. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Жан, я? Сонда сіздердің жандарыңыз балапан болғысы кеп тұр ма?
жарқырау бұл жерде күн түсі сары ғой. Нұрдың түсі де жарқырайды сары болып. Сәуле шашады. Соған балама ретінде алған түсіміз. Арты чужаларым қалай болады екен деген. Енді жақсы сағаттың ішінде. Жоқ, дұрыс. Міне мұны балапан точно. Арттағыларын айтамадым. Бұл кісілер осы бесеуі балапанның мамасы шапалақ ұрып қойыңыз. Өсіп кеткен балапандар. Жоқ, микрофон жоқ. Конечно. Адамның көңіл сыйладық. Жанды нұрландыру үшін біз адамға көңіл сыйладық. Өнер ұнады ма сіздерге? Шапалақ. Адеке, ұнады ма? Бала анасы үшін қай жаста болса да бала күйінде қалады. Шөжелер өте әдемі көңіл күй сыйладыңыздар. Сіздер күлгенге андай издеваться етіп жатыр деп ренжіп жүрмеңдер. Одан соң мен білесіздер әзілдің адаммын. Аузыма не келеді, соны айтып қалатыным бар. Вам не касается, в общем. Хорошо? Шөжектерге шапалақ ұрып қойыңыздар. Супер. Пока кілт беретін бермейтініміз шешіледі соңында. Мүмкін 2 кілт алатын шығарсыздар. Қазір ана ақтырналардың өнеріне байланысты болсын. Ал құрметті ағайын, құрметті қонақтар, келесі кезекте өнер көрсететін Тамсан ретіндегі ең активный топтардың бірі Асылдар шапалақтарыңдар! Өздері күшті балет етеді екен. Өздері күшті балет етеді екен. Құрметті көрермендер, өмір жолындағы таңдауға арналған шағын скетчімізді қарсы алыңыздар. Асылдар тобы 5 минутқа ауысқан өмір. Тук. Тапсырманың ішінде өздерінің өнеріне де көрсету. Не істейміз біз қазір? Не ұйымдастырамыз? Өлең айта аласың ба? Тауға шығып, өнер көрсетесің. Қыздар арманға ерік беріп тауға шығып. Мен балам не істеп жатыр? Мен етекті жоқ. А балам не болды? Ой, не істей аласың ба? Не істей аласың? Инстаграм жыл болайын. Мына кім мереке жаңа машина алыпты ғой? Лайк басып жіберейін, тоқтатыршы. Жолдасың келмейді. Келмейміз қазір. Қайдағы кілт құрсын, отырш, билей. Балам бар билей. Шушалар, билей аласыңдар ма? Мерекені шақырайық, бірге өнер көрсетейік. Телефон бар ма? Тауға, Инстаграм. Өлең айта аласың ба? Мерекені деп отырмын. Құрметті кейіпкерлер, сіздерге 5 минут берілсе, не істер едіңіздер? Сіздің эпизодыңызға сәйкес 5-6 минут уақыт берілсе, не етер едіңіз? Мен 1 сәт тоқтап, жан-жағыма қарап, айналама. Асықпай шешім қабылдар едім. Асықпай. Мен телефонға көп көңіл бөлетін адам ретінде жақындармен көбірек сөйлесер едім. Енді уайымды қойып, бір аллаға тапсырамын. Мен қиялдағыш армандайтын адам өз армандарымды уақытында жасар едім. Өмір ол сүру үшін берілген, күту үшін емес. Рахмет. Жоқ, әдемі.
шапалақ ұрып қойыңыздар. Асыл десе асыл. Ал басына түсінбеймін да мен. 5 минут, не 5 минут ол бітпейтін. 5 минут уақытың қалды, болды. Өмірде. Не істейсің дегісі келген екен ғой негізі. Неге 5 минут қалды деп тұрмын ғой мен, пойызға ма, самолет па, неге? Жарайсыздар, күшті шапалақ ұрып қойыңыздар асылдарға. Тақырып мощно ашылды. Тақырып ашылды. Жан, мен түсіндім, я. Сіз қандай жаратылыс болдыңыз, мен түсінбедім. Асықса бересіз, я? Сіз жаңа вообще мән бермейсіз, телефон ішіне кіріп кеткенсіз. Телефонолог. Сіз уаймолог да? Қиялдолог дейді. Сіз жүргізуші десең. Күшті. Сіздерге ұнады ма? Дұрыс айт. Қайталы мүмкін дұрыс айт. Сол моментті ұстап отыру, сол бір дүниені көрсеткенде. Жан, мереке жаңа машина алды дегендерің қате бірақ. Мен машинам ешкі десең. Әумин. Айтқандарыңыз. Әркімнің арман орында. Ой, машалла. Не деген күшті отзывтар. Супер. Сұрақтарыңыздар ма? Әділғазы алқалар. Ойлан. Жюрилерді қатты ойландырып тастадыңыздар. Думкаға кіріп кетті уже ше. Не істесем екен деп жатыр ше уже. Қай нәрсені телефонын тастағысы келіп отыр, лақтырып жібергісі келіп отыр. Рахмет асылдар. Сахнаның артына бара берсеңіздер болады. Дәл осы жерде мына сахнада отқан нәрселер де сіздердің өмірлеріңізге қатысы бар нәрсе білесіздер ғой, жаңағы паникерді көріп, біреу өзін көрді. Жаңа вообще ешнәрсеге мән бермейтін адамды көріп, өзін көрді. Дұрыс па? Бәрі бар осы жерде. Сондықтан мынаның барлығы бір-бірімізге сабақ. Так что рахмет. Жаңа шөжектер келіп, көңіл күйді көтеріп кетті. Қайда отыр ол кісілер? 5 минутқа бәрін ұмыттырдыңдар сендер. Мыналар қайтадан еске салды. Точно нормальный өмір сүру керек екен. Қуып кете беруге болмайтын ше. Сонда біздің қазір санамыз құлыптанып тұр ағайын. А соны кілтпен ашатын бізге осы ретриттің гүлдері өз өнерлерімен шыққалы тұр. Қарсы аламыз құрметті қыздар, құрметті жігіттер, құрметті қонақтар, құрметті Әділғазы алқалары. Ортада өз өнерлерімен сана кілті! Әшейін болмайды ғой, кездесулер, бір-бірімізге бәріміз валнада бір топта демекші. Біздің топта жұмысқа шықпағымыз бар. Жасы кетіп қалған. Аузына түкірейік бәріміз. Бәріміз түкіріміз. Сосын біздің топта сөйтсем шығып жатыр, қыз ұзатқан қыз бар екен. Өзі ұзатып қайынсіңлісін шығарып. Сол момент осы бізге импровизация, тамақтап отыр, біз білмейміз, не істейміз деп ойланып отырдық та, бір өзі сол келеді, біз потоктан келді, ұзатылмаған қызды біз ұзатайын деп жатырмыз. Ой-ой-ой! Бұл ұзатайын жатқан қызымыз, ұзатып шығаратын қызымыз, әжесі, мен анасы. Ақтырна емес па әже? Ал қызым жаңа өзіңнің өз отаныңа бара жатсың, қадам басып жатырсың. Судай сіңіп, тастай батып, сол үйдің берекесі болды. Енді әжесінің батасын естейміз. Айналайын, ақ босағың ақталып бара жатқан қадамың, ақ боп басын қолының. Бүгін сені қыз емес, елдің келіні болатын күнің. Ақ жолың ашық болсын, барған жерінде бар болсын. Бісміллә деп бастайын, ақ ниетімді ақтарайын, қызым барған жеріне құт беріп береке апарғын. Ал ата-енеңді сыйлағын. Бір үйдің емес, бір елдің намысын ойлап тұрғаным, қадамың құтты болсын, шаңырағың мықты болсын. Келін болып түскен жерің өз үйіңде ыстық болсын. Алла берген жарыңмен тату-тәтті өмір сүр. Ырыс пен бақ орнасын, қуаныш толсын. Күнің әр күнің, ұрпағың өсіп өніп, дәулетің тасып, ассың, ойбай. Ақ жаулығың кірлемей, маңдайың бақ кетпесін. Барған жерің байсалды,
өз басыңда абыройлы болсын. Екі әулеттің арасында сендей қызбен сән болсын. Алла тағала пәле жаладан сақтап, бақыттың барын нәсіп етсін. Амин. 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 Енді осындай керемет уақыт сәттің бізге нәсіп еткен себепшісі болған Айнұр ханымдай өте білімнің иесі осы батаңызды беріп жіберсеңіз деп едік. Баға ашылып кетсін сіздің батаңызбен. Құда жақтан аумин деп жіберсін. Бата батпасын. Біз енді барлығы кезінде осындай дастархан басында көңілді көтеріп тілек тілеп отырған ғой. Иә, періште аумин десін. Әр қыз бұл өмірге келгеннен кейін өзінің орнын қону, яғни қонғаны, сол отбасын бақытты қылу, ол әр ананың міндеті, қыз баланың міндеті. Біз әр қыз балаға тілекшіміз. Не деймін, осы ретриттен шыққаннан кейін өзіңнің Ақбосатындағы серігің келіп, мәңгі бақытты болып, өбірлі шүбірлі болып, сол отбасын ошағын түтететін үлкен бір кейуана ана атануға нәсіп етсін. Амин. Арбасы орындасın. Bir күйеу бала шықсын да? Көтеріп әкетсін еще. Көтермесе черт десін. Yüzümden bir halkının yalgısın, ayıldı kanadın kızım, жігіт серьезно кіріс көтеруге икемделген жігіт. Мына сәукеле ше. Бұл два в одном сәукеле. Еще массаж жасауға болады. Оля, мұнаны басына кіріп кетеді ғой ше. Ой, бірма күйеуге тию үшін не істемейсің? Күшті. Молодцы, шапалақ қойыңыздар. Негізі, сен аты кім бұтым? Дилфуза, я? Қаншадасың? Ой, нормально. Қазір нормально. Мен тоже 30-ға шықтым ғой. Сен жігітің әлі туылмаған просто дейші. Мен осында отырып қалдым ғой енді, сәл есім шыға бастады ғой. Сол кезде Құдайдан жалынып сұраймын да, Құдай жігіт берші деп ше. Ішпейтін, шекпейтін, андай қумайтын. Иә, жігіт берші деймін да, иіс сезбейтін еще дұрыс айтасың. Иістеніп қалған қызды алады ғой енді. Сөйтіп, бірақ жасын сұрамаппын деймін да, Құдайдан сұрай берген. Мен жасы olsun деп ойламаған болшым. Берші десем, Құдай өзі білетін шығар деген ғой, сөйтсем. 6 жас кішкентай бала берген да, но ничего, зато жастың иісі мен сендерге айтайын. Жасқа тисең жасарасың. Қазір күшті болып тұрсың, ертең бір шалға тисең бітті 5 жылдан кейін кемпір боласың. Одан да жас жігіттерді ұстап ал десең, олар еще тез алданады десең. Барасың, шайына кішкентай қосып бересің болды десең. Әзіл. Құдайдан сұрасаң береді. Шапалақ қойыңыздар Самагүлге. Ұнады ма?
Ұнады ма? Мына апа жұртты бірақ. Әжеге қарағанда ақтырнағы қатты ұқсайды екен. Анау, білесіздер ме, базарда отырып алады ғой ше? Палашып отыратын ше? Мына жерде кішкентай весы тұрады ше? Тура сол болды. Сондай бір бәле. Еще жылай алмай жүр ғой ше? Ана қыз ұзатылып жатқан кезде жылау керек қой. Дешана, қалай жылап жерсем болады, түрін жасай алмай жатыр да. Қалай жылайтын еді өзі ше? Шапалақ қыздар супер. Рахмет. Отырып алсаңыздар болады, жайғассаңыздар болады. Ойбай, что-то шөжалардан кейін көтеріліп жатыр планка. Шөжалар тағы бір өнер дайындайды ау. Бір тауықтар дейтін ба. Шөжіктер сәл өсіреміз ау десек. Жоқ, олардың өзі настроение сыйлады я бізге, я. Енді сіздердің топтарыңыз аты не? Қыран тобы. Ойбай, қыран. Қыран ба, қарған ба десең? Артқа. Жоқ, ал, құрметті қыз-келіншектер, соңғы түйенің жүгі ауыр дейді. Бірақ бірінші топ негізі. Кешігіп жүреткен, бірақ базар жоқ. Но сценарий бойынша кешігу керек болды ма? Типа звезды они. Звездалар сәл кешіп келеді ғой. Ойбай, дайын звездалар. Я, точно. Енді қазір соңғы түйенің жүгі ауыр дейді, бірақ сіздер жеңілдетіңіздер. Ортада өнер көрсететін қыран тобы шапалақ ұрып қойыңыздар. Қыран тобы қазақтың ұлттық биі қара жорғаны ұсынамыз. Неге табақ деп қалатын ба? Қара жорға деді. Қыздар, жүріңдер, қара жорға билейміз. Әні! Зарнадан музыканы шықпайды екен, ладно.
Ya. Gitti birisi. Yani. Mınау масқара болды. Жюрилерді сатып алды. Бізде қыран тобына шапалақ ұрып қойыңыздар. Мен бар ғой осы қыран тобында. Бізде қандастар бар ма араларыңызда? Так и знала. Молодцы, қыздар, шапалақ ұрып қойыңыздар. Ну енді әрине сіздер сияқты билей алмадық. Ну мықты. Анау айтамдай жігіт болып тұр ғой типа. Бастарына лента. Кеше сол сувенирді бермесе ол да жоқ екен бейшара. Супер, шапалақ ұрып қойыңыздар, күшті. Барлығын ойбай, тұрмағанды тұрғызды бұл кісілер. Ойбай, тұрмайым, түспеймін дейтіндердің бәрін тұрғызды. Отырып енді жайғаса берсеңіздер болады. Енді ең қатты шешуші моментке келдік ау деймін, Дана? Масқара ойын жатыр ма? Төбелес. Жойғын жайғас. Жоқ, оны бәрін ойнат жеріп берек па, или әлде қалай бұлай? Бедек, тұтындар, самға ма бұның менің аты? Тамсан, жоқ, ретриттің аты. Тамсан, я? Тамсан. Бұлай жасақ, Т-А-М-С-Н, я? Бұлай жасақ қазір онда әр әріпке ең мықты теңеулер дайындап отырыңыздар. Бір неде очкомен тағы тоже десек. Кім? Чат-GPT ақтармаймыз. Капитан команды бармас? Жоқ. Ол қайта өзі не жауап берген жақсы еді. Сіздерге де можно, кстати. Бедек, бүгін тауда екінші ойын, бірақ әр команда өзі жауап бере береді. Любой варианттан тыңдай береміз. Кетіп, Тамсан, Т-дан бастаймыз. Тамсан, ретритті қандай өтіп жатыр? Қалай өтіп жатыр? Тамаша өтіп жатыр. Тамаша, тәрбиелі. Алло. Это что, садик, что ли? Шуламайм. Шөжектер ма? Бетек, тамаша дегенді кім айтты жаңа? Сіз айттыңыз. Енді таңға жайып өтіп жатыр дейді ұзатқан қызы. Таңғаларлық дейді бойдақ қыз. Триумфально. Это что за слова? Триумф. Кім қайда менің? Ләхем. Где ләхе? Мен тек аңдайды білем. Татариум. Триумфально. Это уже маған нагрузка. Это сонда қалай? Тихо. Карал деген кім? Тыдан ұрып атыр қой. Командан айтыр. Триумфально дейді не ол сонда? Керемет үлкен еді, ойламаған деңгей. Өзі шығарып өтірік переводтай салатқан жақ дейді. Өзінің андай словарындағы сөз да? Молодец. Негізі необычный сөз айтты, бір очко қойып қояқ. Біздің санамыз жете бермейтіндей. Каралға бір жарты очко қосып қойыңыздар. Біздер. Тафаккур жасап жатыр. Ой, машалла! Тафаккур дейді, күшті кетті. Трогательный. Ой, госы. Традиция? Традиционально. Такая русскоязычная. Тарбиялы маданиятты өтіп атыр. Хатымда?
Ханымды. Күшті. Қай топ? Қыран тобы. Ханымды дегенде жақсы. Мереке ханым. Жаным. Темірентіп. Ой, жаңамен қала берсе триумфальна деген күшті кетті. Тылсым, ой, господи. Тылсым. Өлі атыдан бәрін. Талшық бәрін түрейін. Тал деп бәрін. Таңсық өтіп жатыр ма? Трансформация? Вот самый главный. Трансформация бар ма? Міне, шөжектер ма? Еліміздің іргетасы биік, тұғырлы болсын дейсіз ғой, әлгі жерде. Кеттік, давай. Адан кеттік. Араң дейсіз? Айбынды өтіп жатыр, ашық өтіп жатыр. Адан. Асылданып жатыр дейді. Дұрыс айтасыз, күшті асылданып жатыр. Айқын өтіп жатыр. Әсерлі. Ол деген. Атеш қой. Алаулап па? Арлы? Намысты деп тұрсың ғой, Жоқ, қатты бір күшті сөз келген жоқ әлі. Адан не дейсіздер? Айбынды. Жігіттер ма? Атқамынып деп. Это тапқырлық. Шөжектерге тағы бір жарты болатын. Аңсап келген бе еді Атыраудан? Ақтаудан. Аңсап келіп еді. Үміт ақталды ма? Аринешка. На миллион процент. А миллион? На миллион дейсіз ба? Миллион дейтін біз сөз шығар жеріңіз ба деп қорқып кеттім ма? Мұдан кеттік та. Да, ойбай, қоя тұрыңыздар. Машалла не ал дейді? Алланың арнайы шақыртуымен келдік деп тұрсың адамдар. Арман анық болады? Я ба? Анық болып жатыр. Просто арман алыста тұратын еді, қазір анық. Ема, это потолок, это потолок. Ұзатылған команда қайсы? Адан кетедік біз әлі. Алланы айтқанға да очко оқыс қойындар, ойбай. Алланы еске алмаған орта. Командаң не дедіңіз? Сана кілті? Сана кілті біреу? Шөжектер? Кім еді? Карал. Мыдан кеттік давай. Мерейлі. Мықты. Ой, сен жатта алмайсың ба деп қойсайшы маған? Мен бір ақ рет айтамын деп ше? Мыдан. Мереге толы. Мейірімге толы. Господи. Мамыражай. Ей, ойбай! Мансапсыз. Мансаптың бәрін тастап, мына жер бәрін бірдей тең. Ойбай! Бүйтіп жүретін едік дейсіз ғой. Бәрін тастадық та, мияқа келіп бүйтіп атсыздар ма? Мансап. Ана жасшылады. Мансабын тастап кепті ғой мияқа. 4-ші топ сана кілті. Сіз не дейсіз? Мереуша емес, мерекушамен мереке болып жатыр дейді. Өз атымнан атайын десең. Мұдан. Не, мереке деп кеттіңдер, Құдай айды. Просто. Мәртебемен қайттыңыз. Мәртебелі. Айтқызайық, сіз өзіңізде қала тұрсын мәртебе десең. Әзіл. Мұна кісіге де жаңадан бері ат салысы отыр. Жаңадан бері мұдан ұрып жатыр ше. Мамыражай өтіп жатыр ма? Ол қалай сонда? Айтыр, уайымдамаңыз. Жаным, мына жақта кішкентай қыз не дейді? Ой, господи, боже.
Вот сендерге мамыражай анау мынауларыңа айтып айтысады ғой. Мечтательно, это масштабно. И үшіншісі могущественно. Это так трогательно, глубина души деп қоясың. Күшті. Жас қойсай, ұзатылып жатқандар ғой. Төртінші топ. Не дедіңдер мыға? Айтып айтсам ады нормально, масштаб бір бәле деп жатқаным. Могущественно деді, господи. Мыдан. Сіз немен қалдыңызда, мамыражаймен ба қайсыр? Сонымен. Ладно, кетті онда. Неме? Масатқа сай? Мақсатқа сай. Тәте, сама тәте, господи, болса десің. Не дейді? Многофункционально. Это про меня, ребят. Ладно, не деді? Т? Тамса, сыдан кеттік ал. Сиқырлы. Вообще. Тихо, мына қыз тыңдап жатырмын. Сиқырлы деді, это тоже круто. Татырыңыз. СС ба? Мына қыз күшті айтып жатыр. Десең. Татырыңдар. Вообще Айнұр Бектұрғанда сондай селт еткізеді. Любой нәрсені айтады. Селт етсе. Бүйтеді оны тукада. Де қалдың ба дейді ғой? Тура сода. Дедің ба бітті. Селт еттің ба бітті. Это потолок. Сиқырлы не потолок дейді. Сергітетін сезімге толы. Сергек сезім. Это қыздар қараңдар. Сергек сезім. Это не жаңалық. Сергек сезім. Ана сказочно. Это сказочно. Да, как сказка. Саналы тіл. Сенсациялы. Сананы сергітетін сұлулар. Серпіліс. Бір сөзбен болш еткізеді екен бұл. Аржа өзің ұйқастырып ал өшім. Серпіліс, қасына сөз қосасың ба? Қоспа, это уже твое дело, да? Серпіліс. Бірақ күшті. Мына апай негізі осы әріптерден берейік апайға. Бір нәрсе берейік. Любой не, бұл кісі еще GPT дейдіңді қақпайды. Өзі GPT отыр. Білеміз, ол білеміз. Нет. Не дедің серпіліс дегенсің? Кім бірінші еді деймісің? Не дедің? Селт еткізер. Селт еткізер емес, серпіліс, это потолок болды, я? Қалғандар сиқырлы, сказка, сана, сезім, анау, мұнау. Десең. Енді тамсан не де? Аны айт кеттік. Ныдан давай, точкасын қояқ кеттік. Ны. Нанымда. Мықты. Нанымды сындыратын ретрит. Сіз ана бір сөзді естіп алып, соны аржан қос. Білем қосы, қосып беріп отырады екенсіз. Қосқанға жақсы екенсіз. Айтып ал. GPT, бүйте, жоқ. Жаққа, бір мейт. Бүйте, GPT-дің айтқан сразу мен айтып бере салайын. Біз олай істеген жоқпын. Мен сразу келді, жазды мен өзім. Жазушы екен. Жеке лақтырып жатсыздар ғой, мағына беріп жатсыздар, мән беріп жатсыздар. Это неправильно. Вот так будет десе қазір. На самом деле. Өзімше сол әріптерді сразу келді, солай айтқым келіп тұр. Арқасы бар, арқалы. Ретрит бұл тәнді ағартып, махаббат сыйлайтын ақнар секілді. Ақнар это наркотик та десең. Нәр дегеніміз қуат деген сөз ғой. Тамақ нәр айтады ғой. Қуат деген сөз. Осы сөз айтып қоймайды. Жаным, молодец. Қаралтым ғой. Кішкентай балапан ғой. Беріз. Мені бәрі осы ортада бәрі кішкентай жасың қаншада деп жатыр да, сен кішкентайсың ғой. Мен жасым 77-те десе. Сезіп жатыр, көріп жатыр, маған келеді да, олардың бүйтіп таңғалыстары, сұрақтар сұрайды қасыма келіп. Вообще-то деп дауысын жуандатса ше. Жасым 27-те, бәріміз ойында сұрақ бар екен білем. Енді бұл жерде қатар. 27-ге ұқсайсың енді? Жоқ, ұқсамайсың, айтады ма? Нормально 27-ге. Мен сенің бір 37-те атырмын. Үлкен ғой, үлкен апайлар.
енді адамның негізі сынақ өмірдегі барлық нәрселер бұл тәнге қарап айтады адам бірден қарайды соған мән беріп жүреді. Міне удостоверениемді көрсетші. Сен кинотеатрға барса точно удостоверение сұрайды. Пиво аламайтын шығарсың бейшара, я. Қартая да береді. Ал жан деген ол ешқашан қартаймайтын. Жаным, молодец. Вообще сенің звездный часың шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Атың кім еді? Балым, я? Құдай, бал десе бал ғой, мед қой, мед ше кәдімгі. Бір нәрсе кетті. Мына келе бер. Мына аталарын айтыңдаршы, келмей тұрсын. Мына келе береді екен же. Кет қалды ма? Тұрма әлі? Мына жерде біреуі 27-те, біреуі білімде 78-ке дейін екен да. Жаңа қараймын, жасым 27-те, Айнұр ханым айтады 78-ге. Сөйтсем арада қанша жыл мына 77 мен 27-ні аударған кезде 78 ме? Арадағы уақыт, иә? Ойба. Бір жарты ғасыр, иә? Сонда мен өзім ойлаймын да, әр білім алған сайын Айнұр ханым сабағын алып жатқан кезде дәптерім бояу жасыңмен бірге ағады ғой, көл болып ше. Ойба! Негізі ойлайды сен кішкентайсың ғой, сен қалай халің түсті, қалай бұл деп ше. Өмір сындырады екен ғой. Нормально, балым болды, жылап жүрмей тұр. Отыршы. Отыр. Күшті айтып жатсың, бірақ ше негіз. Жақсы айтып жатсың. Молодец, шапалақ ұрып қойыңыздар. Өзі мінендей ақ болса да мынаншама сөз шығады екен ше. Әлі еще арқасы қозбай атқан екен бұл. Дайын болмағаны мынау. Ешқашан дайын болма сен, господи. Ал. Енді мысалы балым бойы кішкентай, өзі кішкентай, нәзік болғаннан кейін кішкентай көрінеді ғой. А вообще бұл жерде на самом деле кішкентай қыз бар. По-моему, сен қаншада? 19-да вот. Не дейсің, красотка моя? Найлучший, ностальгический, махалай, неповторимый, господи, сногсшибательный. Кеп отырған. Ештеңе етпейді құрсын. Кім қыз ол негізі? Мамасы кім? Сен сіңлің, я? Өз сондай болады, олар подросток әлі шығамай жүр. Нормально, ертең нормально болып кетеді. Қазір енді кеттім деп жылап кетіп қалған жоқ шығар. Бұл. Ештеңе етпейді. Ана. Сен де айтамайсың, мен де айтамай қалдым ғой. Носталь дегендегі мягкий знагым такси ұстап кетіп қалды ғой. Ал. Қазір тыңдап жерік. Білімнің соңғы нүктесі. Так, бұдан бастай берейік па? Нүктесі білімнің соңғы ма? Білімнің соңғы нүктесі болмайды екен, мияқта айтып жатыр. Болмайды екен, білім шексіз ғой, кете береді. Неповторимый ретрит, все. Неповторимый. Меме спорт етпеңдер сіздер. Нәтижелі. Нақты. Нұрлану. Натуральный бал. Мына қыз өзі бір сөздер тауып жатыр негізі. Қаяққа апарам дейді? Нирвана. Татыңдар, нирванаға апарады деген күшті. Бірақ қазір ол мағынасын білеміз. Оған дейін мына кісіден сұрап алайық, а то ұмыт қалып, давлениесі көтеріліп, зеленый чай іздеп жүрмейді мына жерде. Не дейсің? Нәпсім қозып барады ғой. Нәпсі. Нәпсі. Бір сөзбен ғой бұда. Нәпсі. Нәпсілерін жеңсеңдер, жеңдіңдер, жеңбесеңдер, құл болдыңдар ғой общем. Бірақ бермей қояқ бұл жол, я? Ят бұл кетеді енді қатты. Не дедіңдер? Не ол? Нирвана деген ол басқа әлем деңгейі. Нервныйлар ма? Ол ғажап әлем деген сияқты. Ғажап, ойба, мынау күшті, я? Ол қай жақта бар негізі? Нирвана? Көрінбей ма? Жаза сал, онда кім дана қатысы бар екен онда ретритке. Нирванаға кет қалады екенбіз қа бәріміз. Не дейсің? Ойла, оған мен точно тілім келмейді екен. Надан не дедің? Нақты не ол? Нақты білімді.
нақты білімді. Нақты білімді, нормально. Нанымды. Бетек, қараңдар. Жаңа кім, ботақаның аты кім? Банука. Мехрибон. Жан. Банука, красотка. Сен күшті айтатсың. Вообще бірінші орында ана әпшең, одан кейін сен болып тұрсын, айналайын. Так что дым қысылма. Вообще Бану саған ұнаватыр ма ретрит? Точно? Сен, мен саған комплимент айтайын, осы ретриттегі самая красоткасын. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Күшті, вообще натуральная такая актриса дейсің, я? Мен қайтала алмай, это не твоя проблема, айналайын. Моя проблема бұл. Сөйлей алмай, мен мягкий знактарым айналайын такси ұстап кет қалды. Қоқан жаққа қарайшы. Сондықтан сенің кінәң емес. Так, соңғы точкасын қоямыз ба? Тағы бірде наным. Нанымды айтып қойды да, 77 рет па қайталатына жоқ. Нәзіктікті ашатын. Күшті. Та тұрыңдар, сендерге жаңадан бері беріліп жатыр ма өзі? Өтірік айтпашы? Жас болыпты, кім еді? Шөжек емес бұлар. 4 балдарым бар екен. Өлі? Не дейсің? Нават? Наватыр? Айнұр Бектұрған. Айнұр Бектұрған ханым. Алло. Наватыр дейтін. Бізде кеше тариариум ба? Террариум дейтін сияқты сөз шықты. Наватыр. Не бұл наватыр дейтін? Нават па? Мен оны шайға қосып ішетін наваттанды. Нават қосып ішетін шайды наватыр деп ойлап жатырмын. Аватар дейтін сияқты да еді. Новый, да? Нова. Карал. Балапандар жаңақшы. Тоқта, точкасын қойдық па? Негізді? Кім? Бану не деп жатыр? Бану да жоқ. Шықпай жатыр ма Бану? Аталарың келмей жатыр ма? Шақырса аталарыңды. Өп бәрі. Тамсан, ныдан? Нәпсі деді жаңа мына кісі бетіме қарап тұр. Нәпсі құл деді ғой бетші. Наставник деп шапалақ ұрып қойыңыздар Айнұр Бектұрғанға. Мына жерде 4 уақыт болып қапты. Бетик. Өнер бойынша. Айдылғаз алқалар. Кім? Адеке? Дауыс беретін кездеріңіз? Ләке? Дауыс беретін. Бетик, қараңыздар. Өнер бойынша ең мықты өнер көрсеткен вот шынымен де мықтыны анықтаңыздар. Вот ең мықтыны. Соған ғана отдельно бірне береміз, ал қалғандарға тоже бір конверт. Бір кілттен. 4-еу де міндетті түрде бір кілттен беріледі. 4-еуіне де себебі 2 неде де активны болдыңыздар. Ал енді мына 4 Ой, это бәрін жақсы көреді. Кого-то очень. Сондай. Сол ғой? Оған 7 рет очень дейік оған. Очень деп екеуін сотақта. Қалғандарыңа очень. Сөйтік. Давай. Кеттік пе? Давай, өнерден мен қазір бетейін. Очень деп посовещаемся дейді. Алма Нұралыны жеңіл құтылмақшы ғой бейші. Өнерден қазір мен командаларда ең бір... 5-5-бальная система. Так, команданың номерін айтасыз. Қолмен көрсетесіздер онда. Давай онда. Все, молодцы. Кеттік. Сіздер. Мен қазір... И пусть каждый өз эмоциясын сол Да. Ең бірінші бізде өнер көрсеткен 3-ші топ, да? Ат не еді? 2-ші топ. Ат не еді? Карал, я? Балапандар. Ең бірінші бізде өнер көрсеткен 2-ші топ. Карал! Әділғаз алқалары. Алма Нұралына. Мынандай 5-тіктен. 5.
Ләззат ханым 4 5 өзі 5 Әділғазы бар. Общий 24 балл. Общий 24 балл. За то, что бұл кісілер бірінші шықты. Жаңа айтқанымыздай сіздерге плюс болды. Енді, плюс-минус деп атқанымыз ғой жалпы. Негізі бар ғой, 5-тен анықтайсыздар ма точно? Қазір не аққамаңыздар. Ал енді екінші өнер көрсеткен бізде? Асылдар. Екінші топ, Асылдар тобы. Алма Нұролына. 5 минут. Егер өміріңде 5 минут одан кейін өліп қалатын болсаң не істейсің? Алма Нұролына 5, Ләззат ханым 4, Айнұр Бектұрған 5, Ләззат ханым 4, Әділхан мырза 5! Жалпы балл 23 балл, 24 балл. Енді үшінші болып бізде өнер көрсеткен топ қыз ұзату қырандар ма еді? Сана кілті. Қыз ұзату. Алма Нұралына. Қыз ұзату. 5. Ләззат ханым 5. Айнұр Бектұрған 5. Ләззат 4 ханым. Ләззат ханым 4. Әділхан мырза 5. Әділхан мырза барлық қызға. Супер. 3 команда уже 24 балл сіздерде. 2 команда бірдей балмен тұр. Енді соңғы түйенің жүгі ауыр демекші. Бәрімізді орнымыздан тұрғызып, басымызды бір қызып тұрып, қара жорға билеткен. Кешігіп келсе де. Сценарий бойынша кешігіпті. Кешкендері үшін бал алынбайды негізі. Бұл жерде тамсан атты ретрит болып атыр еді. Бірінші орынға үй машина жоқ, бірден ескерейік. Алтын, ондай шашы жоқ. Мынада темір жемен кіліп береді. Барасы, ашасы, оның өз жұмыс емайып. Сондықтан білмейсің әлі. Сондықтан не қылмаймыз, бір-бірімізді қолдаймыз, давай. 4-ші болып бізде өнер көрсеткен. Қыран тобы! Алма Нұралына. Ойбай, 4. Ләззат ханым 5. Айнұр Бектұрған 5. 6 Ләззат ханым. Әділхан мырза 5. Алма Нұралына. За что? Пейте. Просто біреуге қой керек болды, қоясың. Нет. Мынандай бар. Это мынандай бар. Алма Нұралына өте пунктуальная женщина такая. Не пункта? Онда вообще сіздердің масхаб. Зеркалит, да? Вообще, енді 6 балл дегенде ол болмайды, себебі 5 балл болды бізде максимально. Либо ол қайтадан переделать етеді, либо осылай кетеді. Қайтадан бересіздер ме, или осымен ба? 24 баллмен шапалақ. Ал енді бізде спорный, я? Спорный. Бірінші орынды анықтауымыз керек, вообще-то. Бірінші орынды. Жоқ, енді шілей шөжектермен бірінші орын алып кету болмайды енді. Айтыңыз. Давайте мен шамалы такой уақытта аз екен, да? Қазір бізге просто жол жүру керек. Мен қазір, знаете, что сделаю? Вообще, кез келген конкурста в любом случае система оценивания это важно. Біз үйдегі балдарымызға, ой, сен оқи бер, сенің бағаң не важно деп айтамыз ғой, сен денсаулығың, анау ерунда важно. Это итог.
То есть біз оны түсініп жатырмыз, все важно. Қазір мына жерде ойын болсын, күлкі болсын. Мен сіздерге тағы да бір құпияны айтамын. 5-ші команда ол біз. Если что, сіздермен бірге дайындалдық. Но біз оны айтқан жоқпыз. Себебі, біз де осындай дүниеден өттік қой енді кезінде, жасымызға байланысты да. Әр нәрседе мүмкіндік беру керек. Мүмкіндік беру керек, және де ешқандай не болмау керек та. Шектеу. Тепе-теңдік, да. Біз мына жерде келсек, мақтанғанымыз емес, да. Біз сіздерден ұтылатын едік. Расында, себебі былай шешілу, былай неғылу, ол да эмоцияның бір жоғарғы биік деңгейі. И сосын сенімділік бір-біріңізге деген. В отличие от нас, сіздер прям уже бір құшын болып жүрсіз. Иә. Мәңгі таудың төбесіне көтерілгенде 40 қыз тұр ғой. Команда. Онда үйге жіберіп жатырмын. Масқара мынау жерде 40 қарақшы отдыхают. Да, қырдың үстінде. Ана квадроциклін көтеріп барсақ, оң жақта сай, былай кеттің. Ол жақта, если что, ешқандай фан-клуб жоқ, ұстап тұратын сендер. Ас болған күнде сол күйінде карал, да? Если сендер караловый риф десеңдер, онда сендер тірісіңдер. А сендер жай ғана карал болыңдер, да? То есть вы должны все продумать. Это ваша стратегия. И потом вы должны понимать, сендер үш күнді ойынға келіңдер. 3 күндік квестке келдіңдер. Бірінші күннен бастап, бірінші қадамнан бастап, сендерде барлығы өздеріңе сай болу керек. Карал дедіңдер ма? Қана қызыл дүниелерің. Вот, қызыл бір нәрсе байлап алыңдар мойындарыңа, шөже болсаңдар. То есть это сендердің мынау команда құру негізі. Концепциясы. Обязательно. Потом карал дедіңдер ма? Сендер күні бойға жұмыртқаны не істеріңіз білмейміз деген бәріміз жүрдік қой деймін, да? То есть солай ойлану керек. То есть, это круто, это в тренде деп тоже не пойдет. Сендер, и потом я думала, карал деген кезде мен ойладым қазір. Ну хотя бы бір қызыл гүлді бастарына тақып қойсыңдар, да? То есть, что-то должно соответствовать в образе, а не то, что мы можем. В следующий раз очень внимательно подходите к каждому вашему шагу. Әр сөз, айтқан, тұрған қасықпен көтерген кеселеріңіздің бәріне сараптама беріп отырмын. Себебі сендер мына жерде, не совсем доссыңдар, потому что сендер қазір конкурирующий. Это жизненная конкуренция, это квест-конкуренция. Ретрит, вообще ретриттің негізі этимологиясына не болса, қазақ тілде рет-ретімен келіп жатқан дүниен бар. Сол рет-ретімен болу керек. Аты затына сай болу керек. А так классно. И Жанди айтыңыздар ғой, бірінші бастаған көріп отырмын, рух бар. Я думаю, сейчас прям будет қазір. В следующий раз, любой компании, любой жиындардағы ойындарда ойланыңдар. Хорошо? Екінші болып шықты. Да. Эмоции. Я вам хочу сказать честно, эмоции, которые вы вчера показывали, они были намного сильнее, чем то, что было здесь. Потом, девочки, сендерді енді өмір сахнасына келіп жатсыздар ғой, да? Бірінші қадамнан бастап, келбетінен, қазір несколько басталған кезде мен скетчім басталады деген болмай. Все, бастың ба? Басталды. Все, мынау сенің сахна. Бірінші топ деді ма? Все, сіздердің жоқтарыңыз, это уже сіздердің бірінші, минустар. Менің пікірімше, дұрыс емес қадамдарыңыз. Уже бірінші қадамды сіздер 2 рет подряд шықпай, кешігіп шығып. Когда айту керек, если вот в такой ситуации вы должны делать. Давайте без этого. Жребий вытягивайте, да? То есть, но вы должны немножечко себя защитить. Защита будет. Жасаған жоқсыздар, біз просто хотим последний. Но за счет того, что когда шығып, во-первых, сохранили все принципы танца. Группового танца, делегирования ролей. То есть в классическом виде танца вы сделали все очень круто. То есть у вас был солирующий, который, удивительно, да? Лидер был у вас, она, да? Вот, да, вот. Я сразу поняла, потому что вот по действиям она солистка, она все это поставила, хореограф, да? Но она как грамотный капитан вот этого действия, очень правильно. Лидер тот, который не встает вперед, когда идет командная игра. Никогда в командной игре
командир не стоит впереди. Правильная позиция. Вот. Да, қыздар қорықпаңдар, мен оң жақтарында тұрмын. Вот это вот, мне вот это понравилось. То есть, когда вас оценивают не только то, что вы сейчас как вот на сцене показали, да? Да, мы все әртіс емеспіз, да? Арамыздағы тума әртіс жалғыз ана, Береке. Да, тұла бойы әртіс. Алғанымыз әртіс емеспіз. Но біз өмір сахнасында жүрміз. Сол себептен осындай кішкентай қателіктер болмау керек. Относитесь ко всему серьезно. Да. Мен екі командаға сұрақтама бердім. Сол себептен сосын бар барлық анау классический дүниелерді қайталағаннан кейін мен сіздерге 6 бердім. Реально, от души, потому что сахнаға шыққанның не мақсаты бар? Бізді естіді ма, не дұрыс жеткізді ма емес. Міне сахнаға шықтым ба, сөзіңмен ба, бойыңмен ба, ойыңмен ба, көзіңмен ба, сен бәрін жамап алуың керексің. Даже сен айта алмасаң да. Керемет, мен уже қаншама әңгімелер кетті да, уже мынау петличка енді міне тағылды да. Да, соның барлығын ешқашан ойларыңыздан шығармаңыздар. Так, и ең соңғы команда ұзату той. Да, ұзату. Мағынасы өте терең, но салт дәстүрді алған кезде, бұл жерде, конечно же, баламалы түрде бізде әртістер көрсетеді сахнада, анау-мынау, олардың барлығы бар. Бірақ бұл жерде эмоциялық ойын болу керек. Қыздар, если біздің апамыз бата беріп атқанда, мен, кстати, өзіме де осыны былай түйреп алдым. Жасым әлі онша үлкен емес деп, мен бата айтуды үйреніп жүрген жоқпын. Ата-енем бар деп бата айтудан бас тартып жүрмін. Ол дұрыс емес. Осы қазірден бастап әрқайсыңыз кеш емес, 27 деп айтпаңыз, ерунда. 25 жаста бас болып жүрген қызды көрдім мен. Бізді мынау тәждеріміз басымызда шайқалып тұрған бір тәтелеріміз бар ғой. Соларды мойындатқан қызды көрдім мен. 27, это что? Это ерунда. Поэтому, да, қазірден бастап бір кішкентай ғана қазір, құдайға шүкір, интернет дейсіздер, анау не, Джемини. Да, Джемини. Бата жаттау керек бәріміз. Тақпақ сияқты, да? Тақпақ сияқты. 4 шумақты жаттап алыңыздар. Вот бүгін и күнде анау бір пісімелеріңізді айтқан кезде, бір баталарыңызды просто жатқа айтыңыздар. Бұл опять-таки физиология. У нас с возрастом будет хуже становиться наша память. Қазір жаттамасаңыздар, ертеңгі күні кеш болады. Ол все, қалады. Сосын барып бата айтқан кезде өзімді ойлаймын. Қазір мен бата айтсам не айтамын? Мен как будто тост айтқандай айтамын. Да, андай болайық, жақсы болайық, но ал батамен далада жер көгерген. Батаны специально жақтан келіп, біз апамыздан бата аламыз деп келген кісілер. Сол кезде сондай ат терлетіп келген кезде, мен тост айтып тұрам ба? Қолым жайып, ұят. Да? Жаттаңыздар. 4 шумақ жатқа білу керек. Қарапайым батаның. Да? Это вот как закон. Ол мен сізден үйреніп жатырмын. То есть, мен сыртыңнан қарайсың ғой өзің, да, қалай болу керек, да? Сосын барып, негізі айтады, біз не көрсетсек, нені айтсақ, сол орындалады деп, да? Бұл жерде, конечно же, очень повезло, что у кого-то есть плюсовка. Да? Вот қазір ғана айтты, мен де ойладым, қазір ғана өзінің бір нені ұзатты деп, значит, есть песня. Значит, есть плюс деп, да? Круто. Возьмите себе за правило. Тойларға барған кезде қазақтың сөзі бар, да? Сіздердің вообще негізі өмірлік коллективте өздеріңіз болуларыңыз, да, жұмыста басталмайды, ретритта басталмайды. Оның барлығы дастарханның басындағы тосттан басталады. Да? Сосын баламен бірге жатталған тақпақтан басталады. Біз келе жатырмыз. Кім айтты? Машинада келе жатқан кезде осы ретритке, да? Мақатаевтың екі шумағы, да? Міне, әр жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрлігі маған отан деп сыбырлаған. Әр жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Отан деп сыбырлаған. Екі шумақта. Сөз сөйлеген кезде, мынау мәнерлеу өнер осындайлардан басталады.
просто өздеріңізге жазып алыңыздар, фотоға түсіріп алыңыздар. Отырдыңыздар ма, постарайтесь хотя бы күніне бір осындай сөз тіркесті әдемі түрде жеткізуге. Да? Это сіздердің басқа дүниелеріңізді ашады. Сосын барып, мысалы, кісілермен бірге өсек айтқанша, оданша өсиет айтайық дейді ғой. Ол өсиеттеріңіздің басы болады. Мысалы, бұның барлығыңызда қазақ мектепті бітірдіңіздер. Айтыңыздаршы, бәріңіз қазақ мектеп бітірдіңіздер? Мен 1-ші сыныптан бастап, балабақшадан бастап, орыс мектеп бітіргем. Не деген таза сөйлеу, я? Бірақ мені құтқарған, мен қаймағы бұзылмаған 2 ауылда 3 ай каникулымды өткізгем. Сол кезде ойлайтын, мен сол жаққа жіберіп жатыр. Шымкентке барсаң, анау айтады, мақтаның шабығы, сосын барып жегенесінен басталады ғой барлығы. Мақтаның жегенесі, сосын барып шабығы, сосын барып жинауы, апаларға көмектескен екен каникулда. Сосын барып 1 айға Қызылордаға жібереді. Жаңақорған ауданы Талап совхозы да, сол жерге. Барасың, ол жерде нағашы атамыздың 9 ұл қызы бар. И причем мен дәл осы мен сияқты, наверное, да, шала қазақта. Сондай мынау малып қазақтың тарихына, қазақтың тіліне, пән түрінде, да. Біз ана география болса островтарда деп кететін адамдармыз ғой, да. Сіздер тек қана кәсіби жәндегі тума қазақ тілін сақтап қалғансыздар. Сол тілді таза күйде жеткізіңіздер, бірақ қол жетімді түрде. Қол жетімді, мындай тренд түрінде, вот пример, да? Алмаса да жылат. Да, осының барлығы сәттілік болсын. Үйдегілердің бәрі сұрап жатыр, ретрит деген не зат дейді ғой барлығы. Ретрит деген рет-ретімен келіп атқан білім, рет-ретімен келіп атқан таныстық, рет-ретімен болып жатқан, ашылып жатқан тұлға. Барлығыңа сәттілік, отбасыларыңызға амандық. Алма Нұралына осында болса, мен ақырын Шымкент, ары қарай Астанаға жүремін. Негізі ойымызда болған, Айнұр мырза ханым айтып еді, бір сағат қыздармен сұхбаттасып. Мен ойлаймын, сұхбаттасу это одно, бүйті тыңдап отырған адам жалығып кетеді. Негізі әр дүниесіне, мысалы, эксперттік дейді ғой, сараптама беру. Неге, қалай, сол такой сипаттамада не только 5, не только 4, а неге. Мынау болашақ керемет ассоциацияның бір айымы. Да. Все. Да, Айнұр ханым. Кілттерін таратамыз ба? Сіздер даже елестете алмайтындай адам, ол кісі ше. Сондықтан Алла Тағала мұнан бәрі қуанды. Мысалы, Айнұр Бектұрованың бүгінгі ретритіне келмегенде сіздер мыңнан нәрседен қалып кететіндеріңіздер. Мына нәрсені Алланың үлкен қуаны. Сіздер сол кісінің жанына барып, суретке түсіп, жаңағыдай батасын алдыңыздар ғой, почти жаңа бата берді ғой енді. Келесі жол күшті бата жаттап келемін деді ғой. Ол кісінің жүріп өткен жолы сіздерге жүксіз болсын, біздерге бәрімізге Құдай қаласа. Ең бастысы мен нәрсе айтайын ба? Қазір мына жерде бәріміз қара басқымыз ойлап келіп жатырмық қой. Шындап бейсен. Қалай жақсы қатын болсам болады, қалай көп ақша тапсам болады, қалай бәріне жақсам болады, қалай баламды тәрбиелесем болады, қалай бауырыма болсам болады, қалай бүйтсем болады. Бұл кісілер уже екінші уровень. Халыққа қалай пайдалы болсам болады. Осы қазақ ұлтының, халқының алға қарай дамуына, өсуіне, өрлеуіне, жақсыға қарай өзгеруіне қалай көмектессек болады деп жүрген адамдар. Ойлап емес, іске асырып, уже біраз көмектесіп қойған адамдар. Сондықтан шынымен де қазір енді ладно, қара басымыз ойлағаннан шығады ғой, өзің басың жақсы болмаса, жұртты қалай ойлайсың, дұрыс па? Сондықтан халімізді, өзіміздің жағдайымызды жасап алайық, жақсартып алайық. И ары қарай тоже мүмкін 1 жыл, мүмкін 5 жылдан кейін тура Ләззат ханым сияқты болашақта ұлтқа қызмет ететіндей дәрежеге жетейік. Екінші ләге бірдеме дейсіз ба? Не үшін 4 қойдыңыз тоқтамай? Мен бұл қапқа
шығып кеттім. Жақсы шықтыңыз. Шығыңыз опа. Так, кеше таныстық қой. Төрт қойған не, бағана Ләззат ханым айтты, концепция жоқ. Негізде концепция, содан кейін мағынасы болу керек, үшінші командалық жұмыс болу керек. Сонда мен командалық жұмысты көргенім төртінші топ, төртінші болған топ қара жорға билеген. Сондықтан 5 қойдым. Қыз ұзату қойғанды мен мағынасы үшін. Бізге әр әйел адам басына қыздарымыз бар, жанымызда әріптестеріміз бар. Қыз ұзату тойды енді біз қашан болса да күтеміз, тілейміз. Қыздарымыз бәрі өзінің жолын тапсын, бақытты әйел болсын, бесік тербететін бір бақытты әйел болсын деп, соны өзім де қашан болса да соны ойлаймын. Өзім мұғалім болғаннан кейін жанымда қыздарым бар, немерелерім бар. Сондықтан соны ойлағаннан кейін сол концепция үшін негізде командалық жұмыста кішкене болды, но артистичность не хватило. Енді айту керек, енді бір 10-15 минутта жиналған нәрсе, но келешекте жаңа маған өте ұнады Ләззат ханым айтқан сөзі, Басына кіріп кетем ба деп уайымдап өлгесің. Бірінші қадамдан бастап, міне топ болдық, сол 3 күн ішінде сол топтың мағынасын келтіру керексіз до конца. Ол системный взгляд деген сол. Сіз соған үйренуге келдіңіздер, тек қана мына жерде сана сезімін көтермей, тек ол келешекте бәрлеріңіз бір ел белмесе де өзінің қоғамды басқаратын әйел адам болуға соған біз тілектеспіз. Сондықтан көзқарасыңыз кішкене кеңдей болу керек. Сондықтан кішкене философия жағын оқығаныңызды тілеймін. Философияның заңдарын білу керек. Қоғам қандай заңмен жұмыс істейді, со туралы сіз сол жағын білім. Әл-Фарабиді оқыңыз, Абайды оқыңыз. Жаңа Айнұр ханым айтып жатқан біз Машқұр атамызды, біздің бұхар жыраулар, біз қазір бір историкпен осында бір кітап шығарайық деп жатырмыз. Думай как кочевник. Сондай іс жасайық. Біз қазір бүкіл дүние біздің қазақ еліне таңғалып жатыр ғой. Сендер қайданнан білесіңдер? Мынау Димаш кім екен? Домбыраны бәрі, как она на 2 струнах можно Моцартта играть деп бәрі таңғалып жатыр ғой. Біз сол деңгейді біз стап білу, соң ары қарай көтеру, дамыту білу керек. Сондай мақсат осындай деп ойлаймын. Осы Айнұр ханым жасап жатқан іс-әрекеттің бәрі үлкен ол концепция. Ол не разовые мероприятия. Бірден бастап келесі неде мен жаңа ойлағам, жаңа қыз ұзату. Келесі осындай бір кездескенде сол қыздың қолында сақина болсын. Шында да осындай рөл ойнаған өзі бір ырым. Бүгін қыз ұзату болды, ертең сол уже рөлін, уже образды уже өзіне, уже нет, көрді уже, примерила. Ролевые модели, они примеряются. Сондай болсын қыздарымыз. Бәріміз сондай бақытты ана болайық, бақытты қыз болайық. Айнұр ханым мақсаты сол. Бәріміз бақытты әйел болу үшін ол үлкен не болсын. Тағымдарыңызды қысыңыздар. Қысып отырмыз. Аттардай ауларың ауырып кеткен жоқ па? Мына жер полный алды бар. Енді бар ғой, негізі бүйтіп қарап тұрсаң, барлығының нелері бір ғой, потенциалдары ше. Потенциалдары бір. Бұлай қарап тұрсаң, 4-еуінікі де, да? Дана, очко бойынша негізі екіншіде әріпте ұтқандар кім? Қараңыздар. Енді батағыламай қалмас кетеді. Ойбай басын тұрдың Солбай айтты. Мен айтайын. Мына нәрсені айтып жатқан. Ең басында бірінші шыққаны үшін аттықта бонус болады деп. Бірақ мен ойлаған жоқ, қалай болатын деп білейін. Қас көреміз енді өнерлерге қарай деп ше. Қалай болады екен деп. Ұрысып кетеді білем ғой, қатындармен. Мың жылдан мен жұмыс жасаған ғой. Қалай болсын да? Ал енді, по-честному, очко бойынша шынымен де бірінші орында шөжектер тұр екен. Претензия бар ма десек барлықтарыңызға жаңа айттық. Барлықтарыңызға міндетті түрде бір-бір кілттен беріледі өнерлеріңіз үшін.
өнерлеріңіз потолок болды. Қарасын, сіздердің де перелеріңіз болды, сіздердің де перелер. Мына кісілер тек настроение шығып кеткен негізі. Шасы бермейді ма? Бірінші шықты. И соған селіп шықты айырақтаған. Мен мыналарды сияқты көрініс болса не істейтін? Ол өзіне тастайтын шығар. Шөжектің өзіне дұрықпен шықты. Қазақтар всегда духпен арауға бізде ше. Олар мынандай қыз ұзату берсе, олар ойнатып береді. Мыналар сияқты болса да жылап уақытыға бермейді ше. Бірақ пипец номер 1 өнер шыққан адамса бекер. Неше музыкаларға кетпейді ғой. Шыққаннан кейін толқақ кеп tasалады. Құдайда үшіне өшін. Тағанса базыңды ма қайта салмайды. Жоқ қой, япондар номер 1. Қосып жеш деп қой. Мен айтайыншы, соны айтып қойды, сол кезде мен ойлаймын, может быть, у них бір инсценировка или фигура жасайды. Что-то не очень Сол ғой, мына өз қалыпты. Енді бір потолок ойнап кетті. Қазір міне движение өзгертер ғой. Ерге бұтқан музыка өшқа соны өзбе недовольны отыр да. Өшқанды айтпесе до конца бітетті. Ну ладно. Вообще сосын айтқанда адамға мен сенімді любой нәрсе сенімді болып тұрсаң по-любому жарып шығасың деген сөз да. Мыналар оны жасауға болады негізі. Оны да кеңесіне ойлаймын да, например, да. Қош жақ болатын шығар деп бір бәлем. Жоқ! Сап-сары не киіп алып кәдімгі ше. Бір бүйтіп бір бәлем. Мен ойлаймын арасында бір гимнастика шығар. Бүйтіп бір бәлем. Бәрі мәз болсын. Ортадан да балақан тұр. Жанында да алар. Өш қалса қос қайтадан. Тауыз қалды. Тауыз. Ладно. Бұның бәрі дух. Сондықтан сондай бір нашар көріністің өзін мықты деп бізге сендіріп тастады. Садиктегі биді. Садиктегі биді. Қала аралық. Қаларылық. Шебет қана емес жүрді. Қала мемлекет аралық. Би қылғанда садиктегі биді ше. Соны еще бізге сендірген пепес билетіп кеп ше. Арасында ренжімей жоқ. Өшіп тастадыңдар, өшіп тастадыңдар. Еще 4 алғанына насырие түсіп қойды. Мен ойлап бәрі 4 қояды деп ше. Бір адам 4 қойса, не болады? Біз мынаны қалай? Жоқ, олар Миланға симай тұрып, қалай мына өнер? Как это мына өнер деп жүр? Ұзатуға ладно. Жоқ, сип.
бір емес, екі кілтке. Супер. Ана рабочий орамал жүргенмен. Орамалды шөжекші. Молодец, шапалақ қойыңыздар қыздар. Супер. Құтты болсын. Бірінші орын туамыз десең. Ал енді. Барлық шепта екінші орын. Екінші орын кім бізде? Сана кілті? Вай! Ұзат, шыммен ұзатыласың ау сен. Екінші орын! Шапалақтарыңыз! Негізі сіздерді алып шыққан мына кім? Бану. Шапалақ қойыңыздар Бануға. Басы сауырын. Супер, молодцыңыздар. Күшті сіздерді жаңа негізі лучший группа жарды апа ғой. Өзі ақтырма болып киініп алған. Еще вообще жылай алмайды жүр. Актерский мастерство деген сол ғой. Бірақ соның өзі секунды бітәш болдыңыз негізі. Шапалақ қойыңыздар. Даусыңыз керемет. Керемет, қайсыңыз ғана емес, жалпы біраз адамды ұзатуға болады екен, иә? Деген әдемі дауыс. Құдай қаласа, биыл тойына барамыз ба, иншалла? И вообще мына кісіге де риза болдым. Команда үшін тұрып беретін сондай мықты кісі екенше. Бүйтіп активист болып, бүйтіп иә? Негізі мынандай подростық қыздары бар команда ауырмайды. Біраз нәрсеге иди жопу деп отырады ғой. Назатқа бердіртпей до конца бақ, молодцы. Банука красотка. Команда, неме? Азанда тұрып айтқан, кеше мен до конца тұрып бердім ол мен. Бүгін шығамыз десе, мен кеше сендер үшін тұрдым. Сендер үшін аяқта жүрдім. Бану, бүгін до конца тұрасың енді. Кем болмасам қуайды ғой. Жаным. Бұлар негізі қазіргі білесің ғой, бұлар зумерлер ма? Кешке дейін ұйықтайтындар командасы ғой бұлар. Азанға дейін сотқа шығып, кешке дейін ұйықтайтындар. Бірақ молодец, команда үшін до конца жүріп, до конца тұрып. Вообще тұратындарын айтамын да ше? Мына кілттен басқа бір подарка күтем ма, не істейсіңдер өзі? Енді үшінші орын кім? Екеу ма бізде? Екінші орын екеу ма? Екінші орын екі. Құран тұрмыз, шапалақ. Ой, молодцы. Ана кісі центр внимания. Бүкіл жерде, мен білем мына кісі костюмдағы ше. Екеуде костюмде қайсысы? Жоқ, ана кісі айтып жатыр, мен жаңадан бері айтып жатыр ғой, мен командаңа аласың ба, үйтесің ба, бүйтесің ба деп жатыр. Мен құдай аласа, ассоциация ашып жатыр. Ассоциация екісі. С бар одан соң. Ассоциация ашып жатыр. Соған кіресіз ғой берсе. Капитан командасыз ба? Жоқ, енді капитан куратор ғой. Куратор, иә? Куратор, молодец, красотка. Тоже иә, жаңадан бері активный бүкіл ойындарға қатысып күшті отырды. Құттықтаймыз, супер. Негізі біздің қандастар бар ғой. Мына кісі қандасымыз, дұрыс па? Бұл кісілердің миы біздікінен сәл алға кетіп қалды. Дұрыс айтасың, дәстүрші. Бүйткенге жоқ, никак деп айтып. Шынымен де алда негізі да. Сондықтан бұларда идея жатыр па идея? Жаңа да бүйтті ғой, қазір бәрін бірге келеміз. Бәрін бірге жүреміз, жөнелерді. Мәзгі жүреміз, сонымен бұлар милар қатты істейді негізі ше. Сондықтан мына жерде бекерден бекер кездесіп отырсыздар. Көп нәрсе алмасасыздар бұйырса ше. И білім жағынан да, и жаңағыдай не жағынан да, идея жағынан да. Мына соска жаңа салонға бара осын күтіп. Алға шықшымен. Мына сылқым, кәм енді, сол күткенімді ескертті, сөйтіңіз. Ой, ба! Салонға бардың ба? Жабық беген десің.
шапалақ ұрып қойыңыздар. Анасы отыруға асып жатыр ғой. Ана голубойдағы қыз же. Негізі андайда не жоқсыз ғой негізі, сәл жабықтаусыз я. Енді қатты ашылып жабыла алмай кетесіз бұл жақта. Сіз осы Қазақстан ба? Или тоже қандас па? Бәсе бейнен білдім. Жаңа фигура адская да жаңағыдай. Вообще кошмар. Қыздар, әрқайсыңызға тоқталып па ертең боқтап жүрмеңіз. Сіз мықтысыз. Не алды? Бір бәле беру керек болады ғой. Сіз суперсіз ба? Батыстан келесіз бе едіңіз? Атырау дедіңіз ба? Күшті вообще супер. Ұнап жатыр ма негізі ретрит? Сіз осы ретритті жандырдып жатсыз. Артына шапалақ ұрып деп жүрсіз. Анаңыз тағы айтшы депті, больше. Жетпей жатыр бір нәрсе ше. Сіз блог жүргізесіз ба? Блог? Жүргізсеңізші, сол кезде ассоциацияма кіресіз. Блог жүргізбесеңіз кірамай қаласыз. Нормально, подписчик болу керек ғой. Енді бізде! Сіздер бірінші шықпадыңыздар, иә? Екінші шықтыңыздар ма? Ладно, екінші шықса да, бұл кісілер по-любому ертең әңгіме айтады енді. Нечестно болды. Уже басталады. Еще барлығы. Еще Ақтауды білесіздер ғой, мінезді. Адай! Деп тұрады ғой. Кеспен. Негізі соңғы жағынан санағанда бірінші орын емес, біз и так бірінші орынбыз деп тұр бұлар. Жа капитан ба? Сіз? Жоқ, капитан. Қызыл ма? Өз көрініп тұр ғой қызыл қанды. Молодец, супер. Жа асығып кеттіңдер да, негізі сәл түсінікті қылып жүргенде бірінші орын осы кісілердікі еді байлығы. Қатты берері бар нәрсе істетті. Просто сіздер бізге идея беріңіздер, біз өзіміз қорытып алдық та. Сценарийді миымызда жазып, знаешь, болды. Мықты деп. Сенде білен дамыған қыздар ғой. Сенде садик емес қой деді. Біз садикпіз. Біз айналайын шөжекке таңғалып отырған Бізден не күтесіңдер? Біз анау шөжекті потолок деп отырған адамдар. Бізде планка шөжек болды. Біз сол жерде қалып кеттік та. Осы анда 5 минуттан кейін өлесің деп нәрсе. Бізге балапан қызық болып тұр. Сондықтан жақсы, мықты, молодцы. Негізі өтте ойланатын нәрсе айтты. Шошаңдап жүре бермей. Любой нәрсеге Команданың атын алғанда да сөйтіп алдық қой. Терең мағыналы болсын деп. Қар ал деп. Кішкене болса да бір кішкене дәнек тастайды. Еді, қандай? Асылдар, не деген мағына, я былай қарап тұрсам. Не ол асылдар, асыл дейтін? Әрбір жан асыл жан ғой жерде отырған, жиналған жандар, асыл жандар. Жиналған, жиналмаған, жиналған. Сіздер атыс ба? Ей, жан. Молодцы, негізі қыздар күшті. По-своему бәрін күшті по идее. Мыналар да негізі мықты өздеріне. Қарсы не деген мақтаныш бі. Тағы десір шығайды. Ең сәлден соң шөжек өсет жаймен. Грилдар деп шығады. Ой саларлы, мықты, прямо. Андай біз басында түсінбей қалсақ та соңында емі деп андай на-на-най дейді музыка кетеді ғой. Бүйтіп қалып кетеді ше. Тура сондай істеттіңіздер. Араларыңыздағы рабочий орамал да күшті мысалы ше. Ол кісі де бірден кәдімгі тек сөйлесе, точка сөйлейді екен, сөйлемесе мен сияқты андай. Жібермейді екен ше. Как попала ше, өз тау болады дейді. Қожа ма? Артық әңгіме айтпай қоям, ойбай мына жерде. Сендер қарасыңдар деп жүрер бізде. Біз ақсүйекпіз деп ше. Жарайсыз, қыздар өздеріңіз довольнысыздар ма? Соңғы үшін Ризамыз. Істеген күш? Әрине. Мысалы, ертең мұнаны ютубтан или инстаграмнан осылардың бәрін үзіп салып қоятын болса, бәрі айтады, осы команда алу керек, бірінші орын.
зато халық үшін сенде бір жол. Ертең халық шөжелер бір жол алған екен. Оларды қуырып жеп қояды. KFC қылады олар ше. Крылышки қылады кәдімгі. Мақсат халық довольны болса. Өзі мақсаттары сол халық үшін екен ғой. Құрметті қазақ елі, Тау самалындағы Айнұр Бектұрғанның Тамсан атты ретриті, яғни біздің тілмен аударғанда ретмені өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. 3 күндік ретритіміздің ең маңызды сәті бұл әрине Айнұр ханымның білімдері. Дәл қазір біз шәкірттерді орналастырдық, өз білімдерін алып жатыр.